Неге Қазақстанда аграрлық ғылымның жетістіктері басқа дамыған елдер сияқты өндіріске тиісті деңгейде енгізілмеді? Бұл сұраққа біздің шетелдік серіктестеріміз былай жауап береді. Мәселе фермерлерде емес, ғалымдардың өздеріне байланысты. Егер жоғары өнімді суперсорттар, жоғары тиімді агротехнологиялар шығарылса, фермерлер өздері кезекке тұрып, ғалымдардың әзірлемелерін сатып алады. Ал неге бізде ондай сұрақтар жоқ? Біріншіден, мәселе қаржыға байланысты. Бүкіл Қазақстанның селекциясына барлық ауыл шаруашылық дақылдарына 1 миллиард теңге бөлінеді. Бұл 1 миллион доллардан сәл асады. Ал дамыған елдерде бір дақылдың бір сортына ең аз дегенде 1 миллион доллар жұмсалады. Яғни біздің қаражатымызға суперсорт шығару мүмкін емес. Екіншіден, мәселе тәсілде. Дамыған елдерде сорт биотехнология тәсілдерімен гендік зерттеулер негізінде жасалады. Мысалы, қуаңшылыққа төзімді сортты шығару үшін басқа мемлекетте шығарып алған ең үздік генотипті әкеліп, өздерінің сорттарымен шағыстырып, оны жергілікті жағдайда бейімдейді. Ал біздің селекционерде не керекті биотехнологиялық зертхана, фитотрон, жылыжай жоқ, не басқа елдерде ұлттық генетикалық өсімдік қоры жоқ. Ағылшын сөзінен аударсақ, біз жаңа автокөлікті қолданыстағы ескі велосипедтің бағасымен сатып алуымыз керек. Аграрлық ғылымдағы тағы да бір негізгі мәселе ғылыми кадрларға байланысты. Бұл жерде шетелдің ғалымдардың тағы да бізге айтатыны, сіздер реформа жасағанда аграрлық ғылымның басқару жүйесін өзгерту керексіздер дейді. Ал шын мәнінде аграрлық ғылымның басқару формасын емес, мазмұнын өзгерту керек. Бір сөзбен айтқанда, біз ойымызға келгенді жасай бермей, дамыған елдердің тәжірибесінен жүруіміз қажет. Ал қазір ол елдердегі ғылым мен білім жүйесінің даму тренді бұл ғылыми зерттеу университеттері. Университет ғылыми зерттеу институты тәжірибе шаруашылығы, яғни зертхана, аудитория, өндіріс бірге басқарылады. Бұл заманауи ғылыми кадрлардың дайындаудың тиімді инновациялық әзірлеудің ең қысқа жолы. Жаңа айтқандай, Голландиядағы Вагенинген университеті бұл ғылыми зерттеу университеті. Кезінде университетке 9 ғылыми зерттеу институттары тәжірибесі салыстырып қосылған. Қазір одан кейін олар осындай жетістікке жетіп отыр. Құрметті әріптестер, құрметті депутаттар, елімізде жаңадан құрылған аграрлық зерттеу университеттеріне тиісті қолдау көрсетіп, керекті қаржы бөліп, оларға жұмыс істеуге мүмкіндік беруіңізді сұраймыз. Егер кейбір зерттеу университеттері біз күткендей жұмыс атқармаса, қателік жүйеде емес, менеджментте, яғни басқару жүйесінде. Зерттеу университеттерінің дамуына материалдық қаражат бөлмесек, олар қалай халықаралық деңгейге көтеріледі? Мысалы, Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті ғылыми зерттеу университеті болғанына 3 жыл болды. Сол 3 жыл ішінде мына бағдарламасына сәйкес, даму бағдарламасына сәйкес 1 теңге қаражат бөлінген жоқ. Үшінші мәселе, дамыған елдермен салыстырғанда Қазақстанда фермерлерге білім тарату жүйесі жоқ. Шетелдерде бұл жүйені экстеншн сервис дейді. Американың Лэнд-Грант зерттеу университеттері 3 негізгі бағытта жұмыс істейді. Бірінші ғылыммен айналысады, екінші жоғары білікті кадрлар дайындайды, үшіншісі фермерлерге білім таратады. Мысалы, біздің серіктесіміз ақш-тың UC Davis университетінің Калифорния штатында әрбір ауданда өздерінің фермерлерге білім тарату орталықтары бар. County сервис дейді олар. Олардың жұмысы мемлекеттік бюджеттің қаражаты есебінен қамтамасыз етіледі. Осы механизм арқылы ғалымдар фермерлердің өзекті мәселелерін біліп отырады. Университет сол арқылы ғылымның приоритеттік бағыттарын анықтайды, ал ауыл шаруашылық өндірісінде ғылыми жетістіктер уақытында енгізіліп отырады. Яғни 3 мәселеде толықтай шешіліп отыр. Сондықтан, құрметті әріптестер, аграрлық ғылымның
тиімділігін арттыру үшін бізде әрбір аграрлық университеттерде сондай жүйе болу керек. Бұл енді 5 минуттың регламенттің ішінде мен осының бәрін жаңағы кіргізіп айттым, нақты жаңағы 3 мәселені. Бірақ толықтай біздің ұсыныстарымызды құрметті депутаттарға жеткіземіз. Академияның атынан, өзіміздің ұлттық аграрлық университеттің атынан. Назарларыңызға рахмет.